мүшесі арқылы тауып көреміз. Ашпаймыз. Bir zat var şimdi. Baksın siyah kazık. Plastilin. Tapmadığın zaman? Tamam kadın. Hoşun aldı. Uzlav sezu var. Mikrofon. Kım aytmaydı? Kım aytmaydı mı? Musikler var. Aşağı yapalım. Ya sen aytın. Kırбы емес екен. Енді қараңыз, қандай сезімдеріңізді сипат сезу арқылы біз миымыздың оқушыларымыздың да несін сезіп, оның эмоциясын, ішкі сезімін сезу арқылы оның біліміне көңіл аударып осы затты сезу арқылы тапқандай сіздің оқушыларыңыздың білім алуында қандай мәселелер туындап тұр деп ойлайсыздар? Баланың дарындылығы, баланың не үшін жауап бермейді, яғни агрессиялы балалар бар. Не себепті ол агрессиямен отыр? Соның барлығын біз ол педагогикалық шеберлікті қосуға айналып келген кезде. Өтеу арқылы сіздер бір ауыз сөз айтыңыздар. Жақсы ұстау арқылы баланың түйсіктік сезім оянады. Мынау не екен деген миында ойлар пайда болады. Мәселені қозғадым. Мәселе екеуі де практикалық қолданыста жүру керек. Қолданысты талап етеді екеуісі де. Мәселені шешу ол теориялық білімнің практикада қолданылуын қажет етеді және шынайы өмірмен байланыс. Кез келген мәселе адам өмірімен тәжірибе қажет болады. Кешенді ойлау жүйесін дамытады мәселе. Енді осы бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолданылатын функционалдық сауаттылықты арттыру жолдары. Дамыту жолдарын талдау, тиімді стратегияларды көрсету, яғни көреміз тиімді стратегиялар және мұғалімдерге оқыту үдерісінде қолдана алатын тәжірибелік құралдар ұсыну. Бірінші әдіс үшқы әдісі. Оқушы тақырыпты меңгергеннен кейін бұл білімді мен қашан пайдаланамын, қалай пайдаланамын, қайда пайдаланамын деген сұраққа жауап беру керек. Ол бәлкім физикадан күш векторлық шама болуы мүмкін, мәселесі болуы мүмкін. Жалпы бала алған білімін қашан, қалай, қайда пайдаланатынын білетін болса, функционалдық сауаттылығы артады. Мәселенің, яғни талқыланған мәселенің салдары, ал сол салдарға алып келеді. Бүгінгі өзектілігі бала үшін және тақырыпты ертеңгі қажеттілігі. Кез келген нәрсені тек қаражатпен ғана өлшеу емес, уақытпен де өлшеуге болады екен. Сіздерге үлгісі бар. Сіздерге мынау емес әлі. Сіздерге төк әдісі сіз болғаннан кейін сіздердің мұқағат тапсырма түсінікті ғой, иә? Өлеңді оқып сіздердің алдан жүйесін таңдаңыздар өздеріңізге қажет. Берамай ақырында бес асыл істің ішінде қайсысымен Шығыны бар ма кітаптың? мынаның ішінде Оны қандай мақсатта жазды оқысы. Одан кейін өзектілігі, сосын күтілетін нәтиже. Күтілетін нәтижені сіз еңбек, терең ой, пайда және рахым, иә? Осының ішінде біз жоқ, ол енді өтірік жарайды. Соның ішінде біз қазір кезде рақымшылықты жазамыз ба, шығын ретінде, мысалы үшін әлде де бала бойы дарта алмай жатыр. Алақанда сол үш бақытым деген сөзі үш нәрсені адам меңгерген, үш нәрсені алып жүрген жағдайда сен бақыттысың деген сөз. Жандылыққа да шақырады. ой жоқ балалар. Терең ой, тұра тұр, жоқ, ол емес. өтірік деген ше ма?
өзектілігі бұл ғылым бар пайдаға жаңағы байқамызда пайда бізде түсіргенде үйреткенде бізде пайда ол пайда еңбекқорлық бар Білетін нәтиже мына жерден емес, сіздер осында өзіңіздеріңіз көріп содан дұрыс Біз болдық, стоп десең. Берілген өлең Мұқағали Мақатаевтың үш бағыттың өлеңі. Бізде көк әдісі бойынша бірінші бізде тақырыптың мақсаты ол отанға деген сүйіспеншілікті жеткізе білу және ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Отанға сүйіспеншілік және нәтижені біз осы топтың қатысушылары ретінде әркім осы өлеңнен өзіне не түйді, нені қорытты, соны сендер күтілетін нәтиже. Мендегі күтілетін нәтиже сол туындыны сабақ ретінде өткеннен Бірге тұрмасақ та көрші ауылда тұрды, сол жақта енді өзіміз көрген жоқпыз ғой, баламыз енді бірге жүріп шай ішті деп айтпай қойдым. Енді бізде бұл мектепте жүрген кезде ең бірінші біз мектепте өлең жаттап бастағанда мына Мұқағали оқулары деген сайыс жүргізілетін, сол кезде ең бірінші мен жаттаған өлеңім осы үш бақыт өлеңі. Сол үш бақыт өлеңін жаттап, ең бірінші айтып, екінші жарысқа қатысқан кезде Қаратаудың басына көшіп келеді деген қандай поэма еді? Райымбек. Міне осыны айттым. Содан жаттап келе бастаған кезде осы үш бақытымда өзіме ұран ретінде алдым. Содан өзіме ұран етіп алғам. Себебі қараңыздаршы, ең бірінші бақытым қалпыменде. Бұл жердегі менің күтілетін нәтиже бағана айтып кеттік қой. Ұлтжандылық, сүйіспеншілік бұның бәрі бойымда сақталады. Бірақ кез келген жұмыс істеп жүрген кезде мен осы өлеңді есіме аламын. Яғни өз тілімді өзім құрметтей алмаймын. Міне менің күтіммен түсіріп алдық қой негізі. Оны бәрі айтып жатыр, бірақ мойындамаймыз. Бірақ осы өлеңді өткенде де айтып кеттім ғой. Абай мен Мұқағали екеуі қатар жүреді. Екеуі де шындық деді. Екеуі де әділдік үшін күресті мысалы. Бірақ әділетсіздік қай заманда болсын жүріп жатты. Міне ол жалғасып жатыр. Жылдар бойы жалғасын тауып жатыр. Нәтижесінде біз тілге деген құрметтерде мен өз отанымды жоғары қоямын. Кей кездерде таңдау берілетін болса да, мен тағы да осы отаным үшін, жерім үшін, елім үшін, халқым үшін қызмет істеймін деп өзіме мотивация қойғанмын. Ол нәтижені орындапты. Үйде сол бала сол тәрбиені алады. Енді бұл жерде ата-аналар ешкім отан, тілге деген мақсатымыз осы үш жаңа халыққа, отанға, тілге деген құрметті біз нәтижесіне келгенде мен тарихшы ретінде өзім тарих пәнінен сабақ беремін. Салыстырмалы түрде алған кезде мен ойыма түйгенім бұл жерде мен міндетті түрде патриоттық сезімін ояту. Әрине халқым бар. Халқым католик. Біреудің басына күн түскенде әйтеуір халық қолдайды. Екінші тілім бар. Міндетті түрде ол біз мақтанамыз. Қазақ ұлты болғанымызға, мұсылман болғанымызға ол ұлтты мен ойлаймын. Обязательно бүгіннен орын алатын Абайдың жаңағы шығын деп біздің енді оқушыларымызда кездесетін қасиет қой, еріншектік. Екінші, тез кішкене аз ғана білсе де қанағат бола қалады. Негізінде білімге қанағатсыз болу керек деп ойлап шығындайдық. Одан кейін біздің балаларымыз көбіне терең ой жоқ. Терең ойланбайды ештеңені. Кішкене аз ғана ойланумен. Енді тамырланып, енді өсіп келе жатқан ағашпен тең. Сондықтан да тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көңіл бөл өлеңіне қалып, тәрбие мақсатында жаңағы білім. Функционалдық сауаттылық бүгінгі білім берудің басты талабы. Мұғалімдер оқушылардың тек теориялық білімін ғана емес, оны өмірде қолдана білу дағдысын дамытуымыз керек. Жақсы, сіздерге көрген 3Q әдісін толтырып жіберсеңіздер. Қашан пайдаланамын?
қалай пайдаланамын, сабақ үрдісінде. Иә. Қайда пайдаланамын? Сабақта пайдаланамын. Негізінде сабақта болса мен жұмыста. Жұмыста қалай пайдаланамын? Осы жерде мен айтқан барысында кеңес берген айтамын. Саған математика, физика неге керек емес пе? Ертең ер азаматсың, сен үйіңде бір жетім. Мысалы кейбір балалар биологияны, өмірмен Аяқта бүгінгі шебер сыныбымызда Біз оны басқаша түрлендіріп алдық. Сондықтан тек қана бір жаңағы шығын, тек қана минутты есептеп, сағат есептемей, оны әр тақырыпқа байланысты немесе ақсап тұрған дүниені жазып отырмыз. Ал пайдаға енді қазір балаларымыздың бойына табылатын шешімдер. Ұлттық құндылық осының барлығын біз әрдайым жаңағы баланың бойына баланың ой өрісі дамиды. Дұрыс.